Армысыздар жолдастар, экономист жолдастар. Бүгін біз қызықты тақырыпты бастаймыз. Ол сұраныс пен ұсыныс туралы болмақ. Нақтырақ айтсақ, соның ішіндегі сұраныс. Қазақ тілін түсінетін адамға, егер сіз сұраныс және ұсыныс деп айтсаңыз, ол сізді бірден түсінеді. Бірақ бұл ұғымдарды нарық экономикасының категориясы ретінде қарасақ, сәл-пәл қиындықтар тууы мүмкін. Мысалға аламыз, өндірушілер өндіріп жатқан тауарына сұраныстың ертең қандай болатынын нақты білмейді. Дәл сол сияқты, тұтынушылар ұсыныстың және оның бағасының қандай боларын білмейді. Оған біз куәгерміз. Қазіргі таңда біздің теңгеміз еркін жүзуге кетті, яғни оның курсының қандай болатынын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды. Содан бері ол көптеген өзгерістерге ұшырады. Ал қазіргі таңда ол $1 300 теңге болды. Ертең қанша болатынын біз білмейміз. Ол белгісіз. Сол сияқты баяғыда біреу айтпақшы, егер құлайтын жерімді білсем, көрпе төсеп қоятын едім демекші, сұраныс та, ұсыныс та біраз бас ауыртатын ұғымдар болып табылады. Сонымен, сұраныс дегеніміз не? Сұраныс ол белгілі бір бағамен, белгілі бір уақыт аралығында, біркелкі нарық шарттарында тұтынушылар сатып алуға мүмкіншілігі бар және сатып алғысы келетін өнім көлемі болып табылады. Енді біз мысал келтірейік. Сіз кебіс өндіресіз, былғары кебіс, етік дейік мейлі. Енді осы етікті өндіресіз, сіз тігесіз. Осы схеманы біз координатада қарастырып өтеміз. Сіздің етігіңіздің бағасын біз ордината осіне қоямыз. Оны ағылшын тілінде price деп атайды. Оның біз P деген әрпін аламыз. Екіншісі, осы сіздің сатылған етігіңіздің, кебісіңіздің сатылған көлемін біз quantity деген ағылшын тілінің сөзінің бірінші әрпі Q деген әрпін аламыз. Енді бұлай есептейік. Сіз кебіс жасадыңыз, сөйттіңізде оның бағасын 20 000 қойдыңыз. Сіз егер бұл кебісіңіздің осындай жақсы баға екенін білген жұрттардың көбісінің қалтасы көтере бермейді сіздің мына тауарыңызды. Сондықтан сіз тек қана 10 ғана жұп етігіңізді саттыңыз. Одан кейін сіз айттыңыз, что-то не то, мен аз болып қалды дедіңізді, сіз тауардың бағасын 15 000-ға түсірдіңіз. Сонда сіздің 20 жұп етігіңіз сатылды. Дәл солай, сіз 10 000-ға түсірдіңіз, одан кейін 5 000-ға түсірдіңіз. Сонда қарап тұрсаңыз, сіз тауардың бағасын түсірген сайын, сіздің тауарыңызға деген сұраныс артты. Яғни, осы қисық сұраныстың қисығы болып табылады. Ағылшын тілінде demand деген сөз. Осы demandтің бірінші әрпі D-ны алады. Яғни, сұраныс қисығының белгісі әрпі ол D деген әріп болып табылады. Бұл жерде сіз сұраныстың негізгі қасиетін байқайсыз. Ол қалай? Тұрақты нарық шарттарында тауар бағасы төмендеген сайын сұраныс арта түседі. Және керісінше, тауар бағасы өскен сайын сұраныс азая береді. Көрдіңіз бе? Осы кері байланыс. Яғни, сұраныс бағасы мен сұраныс көлемінің арасындағы кері байланыс сұраныс заңы болып табылады. Қайталаймын. Сұраныс заңы тауар бағасы мен сұраныс көлемі арасындағы кері қатынастың көрінісі болып табылады. Осы сұраныс қисығы бізге сұраныс көлемін болжамдап анықтауға мүмкіндік береді. Егер сіз мысалға бір дүкеннің бастығы болсаңыз, сіз айтасыз, егер тауардың бағасын мен 15 000 деп қойсам, болжамдап айтқанда менің 20 затым сатылады деп есептейсіз. Дәл сол сияқты, егер мен тауарымның 30 жұбы сатылу үшін мен
болжамдап айтканда товардың бағасын 10 мың деп қоюым керек деп сіз өзіңізше экономисттік ойларды жүзеге асырасыз. Бұл әрине басы. Біз сұранысты ары қарай терең қарастыра береміз. Осы презентацияның сізге мәтіннің электрондық нұсқасы керек болса, әрі презентациясы керек болса, осы сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.